Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қағаздан жасалған ұшақтың жасалу жолын үйрететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен А4 парақты алып осылай бүктейміз. Содан соң оны ашып, қайтадан осылай бүктейміз. Осылай үш бұрышты етіп екі жағында бүктейміз. Содан соң осылай үш бұрыш пішінді жасаймыз. Екінші жағында дәл осылай қайталаймыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп бүктеп жасаңыздар. Екінші бетінде дәл осылай қайталаймыз. Міне бізде осындай фигура шығуы керек. Дәл осылай бүктеп, қаламның көмегімен осылай белгілеп аламыз. Келесі бетінде дәл осылай жасаймыз. Екі жақта симметриялы шығу үшін дәл осылай бүктейміз. Міне осылай нүкте қылып қаламның көмегімен белгілеп аламыз. Бұл кезде бізге сызғыштың көмегі керек болады. Осылай қайырамыз. Дәл осылай екінші бетінде қайталаймыз. Бұл жерде видеода көрсетілгендей етіп, дәл осылай жартылай ғана бүктеуіміз керек. Екінші бетінде дәл осылай қайталаймыз. Сол кезде бізде үш бұрыш пішін пайда болады. Оны осылай ішке қарай кіргіземіз. Видеода көрсетілгендей етіп барлық бетін осылай қайырып шығыңыздар.
Міне достар, біздің ұшағымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте оңай жасалады. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, каналға міндетті түрде жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.